Бәріне сәлем. Бүгін дифференциалдық теңдеулердің екінші сабағы бір текті және оған келтірілетін теңдеулер, толық дифференциалды теңдеулер мен интегралдаушы көбейткіштер. Сонымен бірінші өз айнымалысы бойынша бір текст теңдеу деген не? Ол бізде мынандай. Бізде y' тең қандай да бір функциямыз y бөлінген x бойынша беріледі. Ол жерде егерде біз оның бір текті екендігін қалай түсінсек болады. Біріншіден y-ті ky-ға алмастырсақ, x-ті kx-ға алмастырып, осы f-тағы y-тің орнына kx, x-тің орнына ky-ті қойған кезде k-лар қысқарып, обратно бастапқы функция шықса, мына жақта шатасып кеткен, y мында x. Бастапқы функция шықса, обратно ондай болса, ол өз айнымалысы бойынша бір текті теңдеу деп аталады. Айнымалыны сондай кезде біз мынандай жаңа айнымалы енгізетінбіз т деп. Y бөлінген x-ті т деп аламыз. Енді мына x-ті т-ға көбейтіп жіберсең, y тең болады, т көбейтілген x болады. Екі жағынан туындалған кезде u көбейтілген v-ға алады ғой. Т-дан туындысы т' көбейтілген x қосылған т көбейтілген x-тің туындысы ол бізге бірді береді. Вот мынау замена содан шыққан. Осындай алмастыру енгізеді екенбіз. Мысал қарастырайық. Бірінші есепте мына түрде берілген осы жерден біз былай істесек болады. Біріншіден x пен y-тің орнына kx-ті беріп тексеріп көреміз. Егер kx-ті пен ky деп алмастырған кезінде k-лар қысқарып кетіп, обратно бастапқыдағы өзінің функциясы шықса, ондай болса бір текті теңдеу деп аталады. Сонымен не істейміз? 2 көбейтілген ky қосылған kx dx минус kx dy, то есть x-тарды kx, y-тарды ky-ға айналдырдық. Деген кезде мына жақтан k-ны жақшан сыртына шығарып жіберсем, 2y қосылған x dx, минус kx dy тең болады 0-ге. Енді бәрін k-ға бөліп жіберсек болады ғой. Сонда 2y қосылған x dx минус x dy тең болады 0-ге. Вот видите, бастапқысыдағы өзінің функциясы шықты, Значит, бұл бізде бір текті теңдеу деп аталады. Орындалады екен, бір текті теңдеу екен, значит, бір текті теңдеуді шығаратын айнымалы енгізіп шығарамыз, Сонымен не істейді екенбіз? Мына жерде давайте бір ыңғайлатып жазып алайық, былай істеп алсақ болады, Мына 2y қосылған x dx тең болады x dy, dx-ті былай жүрен, x-ті былай жүрен. Сонда 2y плюс x бөлінген x тең болады dy бөлінген dx. Мына x-ті жеке-жеке әрқайсына бөліп жіберсем болады ғой. Сонда 2y бөлінген x қосылған x бөлінген x. Енді x-ті x-қа бөлсек 1, поэтому мұнда бірден жазам. Тең болады dy бөлінген dx, яғни y'. Вот осы түрге келтіріп алдым, Енді бар бағанағы заменамды қоямын. Замена бойынша не дедік біз? Т бізде тең болады дедік y бөлінген x-қа, яғни y ол бізде т көбейтілген x, ал y' ол бізде t'(x) қосылған t дедік, Вот осындай алмастыру. Сонымен y бөлінген x ол бізге t-ны береді. Сонда 2 көбейтілген t қосылған 1, ал y' t'(x) қосылған t, Екен, енді мыналарды оң жаққа жіберейін. Сонда t'(x) қосылған, жоқ, оны былай емес, бүйтіп жазылайық, t'(x) тең болады, t-ны мына жаққа жіберсем 2t плюс 1 минус t болады, плюс 1 минус t. Сонда бізде t'(x) тең болады, t плюс 1 болады. t' дегеніміз ол dt бөлінген dx, көбейтілген x тең болады t плюс 1. Мына x пен dx-ті былай жіберейік, t плюс 1-ді былай жіберейік. Сонда dt бөлінген t плюс 1 тең болады dx бөлінген x. Екі жағын интегралдасам, мынау ln t плюс 1 болады, мынау бізде ln x болады. Онда ln c-ны қосып жібереме. ln c-ны қоссам, мынау не дедік? ln-ның қасиеті бойынша xc болады. Екі жағын ln-ді бүтіп e-ге көтеріп, ln-ді қысқарып жіберсек болады. Сонда t плюс 1 тең болады xc. T-ның орнына барып, мына заменамыз қайтарамыз. Сонда y бөлінген x плюс 1 тең болады xc болады. Бәрін бетіп x-қа көбейіп жіберсек болады. Сонда y тең болады, y плюс, мына жақта x қысқарады, 1-ге x-ті көбейтсек x, мына жақта x квадрат c. Мынау бізде жауап болады екен, Кеттік келесі. Мына жақта уже өзі дайын көрсетіп тұр, Қазір y-тің орнына апарып, k-ны қойық, орындалам екен. Сонда dy бөлінген dx тең болады ky бөлінген kx, тангенс ky бөлінген kx. K-лар қысқарады, и бастапқы функция получается никак өзгерген жоқ. Значит, бір текті теңдеуге жатады. Сонымен бұл жерде дәл бағанағыдай. Y бөлінген x ол бізде t, y тең болады t көбейтілген x, y' тең болады
бізде t штрих x плюс t, орнына қоямыз. Сонда мына бізде y штрих қой. Y штрихтің орнына мынаны қоямын. Сонда t штрих x қосылған t тең болады t қосылған тангенс t. Мына екі жақтан t-лар қысқарады, азайтылып кетеді. t штрихіміз dt бөлінген dx, мынау x тең болады мынау синус t бөлінген косинус t. Екеуін екі жаққа жинайық dt-ларды. Сонда косинус жоғары қарай шығады, синус астына қарай түседі. dt тең болады dx бөлінген x. Екі жағын интегралдайық. Косинусты бізде дифференциаласында енгізіп жіберсем, d синус t болады, интегралдайсың ғой, дифференциаласына енгізсе. Астына синус t тең болады dx бөлінген x. Мынау бізге ln синус t-ны береді. Мынау бізге ln x қосылған ln c деп аламын. Онда ln x көбейтілген c. Екі жағынан ln-ді еге көтеріп ln-дар кетеді. Сонда бізде шығады синус t тең болады x көбейтілген c. T-ның орнына заменамыз қайтарамыз. Синус y бөлінген x тең болады x көбейтілген c. Ол жауабымыз осылай екен. Үшінші есеп тоже бірінші kx, ky деп тексереміз. Сонда мынау kx y штрих тең болады ky косинус ln ky kx. Калар қысқарады, мына жақта 2k қысқарады, получается бастапқы функциямыз тоже никак өзгерген жоқ. Значит, бір текті теңдеуге болады екен, сол арқылы шығарамыз. Опять же, y бөлінген x ол бізде t, y тең болады tx, y штрих тең болады t штрих x қосылған t. Қоямыз сонымен. Мына жерде давайте мына x-ті былай бөліп жүрейікші бірінші. Y штрих тең болады y бөлінген x косинус ln y бөлінген x. Y штрихтың орнына t штрих x қосылған t тең болады t косинус ln t. T-ны оң жаққа азайтып жіберейік. Сонда t штрих x тең болады t косинус ln t минус t. T штрих x тең болады. T-ны жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Косинус ln t минус 1. Мына жақтан 1-ді қысқарып кететіндей мына жаққа жазайық. Косинус ln t-ны мен бүйтіп жазсам болады ғой, 2 ln t бөлінген 2 минус 1 деп. Бұл бізге бағанақ формула бойынша косинус 2 альфаның 1 мен қысқаратын формуласын аламын, яғни 1 минус 2 синус квадрат ln t бөлінген 2 деп алсам болады ғой. 1 минус 2 синус квадрат альфа, минус 1. Бірлері тут қысқарады, сонда минус 2 синус квадрат 2 ln t бөлінген 2-ке тең екен. Сонда t штрихіміз бізде бірден жазайын dt бөлінген dx, x тең болады t көбейтілген минус 2 синус квадрат ln t бөлінген 2. Мұнан барлығы аргументте тұр. Бұл енді ары қарай есемізді шығарамыз. T-лардың бәрі сол жаққа кетеді. Получается минус 2-ні минус 2-мен бірге етемін. Сонда t минус 2t синус квадрат ln t бөлінген 2 үстінде dt, астында мына жақта оң жақ шетінде dx бөлінген x. Енді екі жағын интегралдаймыз. Мынаны өшіре салайын. Енді бүйтсек болады. Бұнда дифференциал астына енгізумен шығаруға болады. Біз бұны былай істейміз. Сол жағын мен бүйтіп жазсам болады ғой, сол жағын былай есептеп алайыншы. Минус 1 бөлінген 2-ні шығарып жібердім. 1 бөлінген t көбейтілген 1 бөлінген синус квадрат ln t бөлінген 2 деп жазып алайын. И dt. 1 бөлінген t-ны дифференциал астына енгізіп аламын, интегралдаймын. Сонда минус 2-ден 1, онда d ln t болады. Астында вот мынау синус квадрат ln t бөлінген 2. Тут ln-ның астына бөлінген 2 деп өзім қосып алсам, алдына 2 деген коэффициент шығады, көбейтілген 2 болып. Неге? Себебі дифференциал астына егер өзіміз коэффициент қоссақ, то есть сол интегралдау барысында пайда болған коэффициент болса, мысалға x квадратты дифференциалдадық, d-ның ішіне кіргізгенде x куб бөлінген 3 болады. Деп 3 өзі пайда болды да, біз қосқан жоқпыз. Өзі пайда болса 1 бөлінген 3 болып түседі. А если мен өзім, мысалға x бөлінген 3 болып тұр, мен оған өзім 5-ті қосып алсам, бұл 1 бөлінген 5 болып түседі. То есть дифференциалдау барысында өзі пайда болса, как есі шығады? Егер өзім из ниоткуда қосып алсам, 1 бөлінген k болып шығады. Сонда мынау 2-ден 1 ғой, енді төңкеріліп 2 болып шығады. Мына x мен x қысқарады. Сонда бізде минус не болды? d ln t бөлінген 2, астында синус квадрат
синус квадрат ln t бөлінген 2. Ал бұл бізге формула береді, қандай 1 бөлінген синус квадрат, мына x-тар бірдей болса болды ғой. Минус котангенсті береді. Сонда мынау бізде минус котангенс ln t бөлінген 2-ні береді. Яғни просто котангенс ln t бөлінген 2. Мынау сол жағы. Сонда бізде мынадан шығатын нәрсе. Сол жағында котангенс ln t бөлінген 2, оң жағында бізде ln x болады, плюс c. T-ның орнына заменамыз қайтарамыз, сонда котангенс ln y бөлінген x бөлінген 2, но аргумент котангенстің тең болады ln x қосылған c. Болып жауабымыз шықты. Осы бізде жауап екен.